Абай Құнанбаев 26-шы қара сөзі. Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, күреске түсірген палуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен? Әй, жоқта шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында. Бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, шыққан өз емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен. Жә, болмаса ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен. Жүйрік ат кейде ол елде, кейде бұл елде болатұғын нәрсе. Қыран құста, жүйрік итте, кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсетұғын нәрсе. Күшті жігітте үнемі бір елден шыға ма? Кейде ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнерімен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрін біле тұрып, жерге кіргенде, я бір арамдығы шыққандай, жамандығын білгендей болып, несіне ұялып қорланады екен. Енді осылардан ойлап білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хам қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмейді. Есі шығып, бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хам ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады. Ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақмақтықтың әсері. Бұларын айтсаң, кейбіреуі рас деп ұйған болады. Оған нанба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді. Ешкім тоқтатып, ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да, бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда, я өлгенде тоқтайды. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп, өздігінен тоқтаған адамды көрмессің.